Қазақ әуендерінің арасында туған жерге, отанға арналған әндер аз емес. Алайда рухты оятып, күш-жігер беретін нағыз патриоттық әндер санаулы. Соның бірі әнші сазгер, Қазақстан Республикасының халық әртісі Ескендір Хасанғалиевтің Атамекен әні. Бар қазақ баласының аузында жүрген Атамекен әні 1970 жылы дүниеге келген. Ескендір Хасанғалиев шетелдерге гастрольдік сапарлармен жүрген кезде елді сағынып, туған өлке Атамекен туралы ән жазуды қолға алады. Ұзақ толғаныстардан кейін ән әуені дайын болады. Ән дайын болған соң, Ескендір Хасанғалиев әнінің сөздерін жазуды ақын Қадыр Мырза Әліге тапсырады. Дайын болған ән Республика сарайында өткен кезекті үлкен концертте орындалады. 50 жылдан астам уақыт бұрын жазылған мағыналы ән бұл күнде өз рухын жоғалтқан жоқ. Ән кез келген қазақ концертінде шырқалады. Бірде-бір мемлекеттік деңгейдегі мерекелік салтанатты жиын Атамекен әнінсіз өтпейді. Атамекен қазақ жүрегінің жырына айналған ән.